Ел парламентінде оппозиция пайда болады. Қазақстанда алғаш рет парламенттік оппозиция пайда болмақ. В Казахстане появится парламентская оппозиция. Соответствующий проект закона сегодня одобрил Мажилис. Сенат Ақ жол партиясы әзірлеген парламенттік оппозиция туралы заң жобасын мақұлдады. Фракция жетекшісі Азат Перуашев Сенат отырысында аталмыш заң жобасына байланысты баяндама жасады. Заң жобасының ең алғашқы новелласы бұған дейін отандық құқықтық кеңістікте болмаған оппозиция ұғымын енгізуі мен заңдастыруы. Қоғамдық айналымда публицистикалық шығармаларда бұл термин бұрыннан қалыптасса да, ал Қазақстанның заң кеңістігінде осы уақытқа дейін оппозиция деген ұғым мүлдем болмаған. Сол үшін парламенттегі оппозицияны билікке шынымен сыншыл болып, балама көзқарас ұсынып, қоғам талқылайтын, қоғамды алаңдататын мәселелерді көтеруге міндетті болу керек деген талабымен толықтыруды жөн көрдік. Ақ жол партияларға парламенттік оппозиция атағымен шектелмей, сол ұғымның мәртебесімен құқықтық кепілдіктерімен толықтыру ұсынды. Әрине, мұндай преференцияға қол жеткізу үшін парламенттік партия оппозиция деген статусын жоғарыда көрсеткендей күнделікті еңбекқорлығы және қайтпас қайсарлығымен дәлелдеу қажет.